Белгілі әнші Нұрғали Нүсіпжановтың анасы өмірден өтті. Бұл туралы мәдени-портал.kz сайты хабарлайды. Бұл жайлы Түркістан.kz сайты жазды. Қаралы хабарды өнер адамы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялап, анасына арналған жүрек тебірентер жазбасын бөлісті. Қош болыңыз періште ана, аяулы ана, сіз тіршілігіңізде Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айттыңыз. Ғибадаттың сұлтаны болған намаз сайын еліңіздің амандығын, жұртыңыздың тыныштығын тіледіңіз. Сіздің санаңызға сіңіп, сүйегіңізге біткен дәл осы ұғымда өз басым ұлылыққа балар едім. Жүрегіңіз иманда, тіліңіз қасиетті Құранда болды жанына. Мейіріміңіз көзіңізде, ықыласыңыз көңіліңізде еді. Қара шаңырағыңыз сізбен биік, тек өзіңізбен қастерлі екен ғой. Қадірліміз де, қасиетіміз де сіз едіңіз ғой, ардақтымыз-ау. Жадыраңызға қарасам жүрегім ауырады, жанарыма жас үйіріледі, көкірегіме қан құйылады. Сіздің жайнамазыңыз бен тәпсіңізді бір сипап қоямыз. Бір жапырағыңыз кеше жаулығыңызды құшақтап ұйықтады. Оның не айналайын-ау дей алмадым. Ақ періштеңізге орныңыз ойсырап қалды-ау, айналып қана кетейін, абзал ана, деп жазды Нүсіпжанов. Бұл ауыр хабар кез келген адамның жүрегіне әсер етпей қоймайды. Әсіресе Нұрғали Нүсіпжановтай ағамыздың халық сүйген өнер иесінің анасы жайлы жазған сөздері тым шынайы, тым терең екен. Жан анасының иманды, қайырымды, елдің амандығын тілеп өткен кісі болғаны әр сөйлемінен байқалып тұр. Осындай аналардың тәрбиесімен өскен азаматтар елге қызмет етіп, өнерімен жұрттың жүрегіне жол табатыны да тегін емес шығар. Адамның өмірінде анадан қымбат, анадан асыл жан болмайтыны тағы бір мәрте дәлелденгендей. Бұл жағдай көпшілікке де ананың қадірін тірі кезінде білу керектігін еске салатын сәт. Жақыныңнан айырылу ең ауыр сынақтардың бірі. Бірақ елдің қолдауы, жұрттың жылы сөзі, шынайы көңілі аз да болса жұбаныш болады деп ойлаймын. Нұрғали ағамыздың жазбасынан оның анасына деген құрметі, сағынышы, жүрегіндегі бос қалған орын анық сезіледі. Бұндайда көп нәрсе айтудың да қажеті жоқ. Тек сабыр тілеп, артында қалған ұрпағына күш-қуат, иман берсін деп тілеу дұрыс. Анасының жатқан жері жайлы, нұры пейіште болсын.